Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін тапата дайындалатын торт рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен көждеріне ыдысқа ұн, какао, қант, қопсытқыш салып, бұның бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң сүт, сұйық май, жұмыртқа, гашеный сода салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді массамызға ыстық су құйып, бәрін біркелкі массаға дейін араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Isып тұрған тамамыздың үстіне сұйық май жағып, 1,5 ожау қамырымызды құямыз. Қамырымызды таба бойына жайып шығамыз. Әрбір көждарымызды 1-2 минут дайындаймыз. Біздің көждарымыз дайын. Торттың креміне ыдысқа қаймақ ұн, үстіне қант ұнтағын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз сұйық болып шығады. Енді тортымызды жинақтаймыз. Ыдыстың бетіне кішкене крем құйып жағамыз. Содан соң көжімізді саламыз. Көжіміздің үстіне 2-3 қасық кремімізді құйып, көждің бетіне жағамыз. Осылай тортымызды жинақтаймыз. Тортымызды жинаған соң қалған кремнің бәрін тортымыздың үстіне құямыз. Ал торттың әсемдеулері өз қалаларыңызша достар. Дайын тортымызды 15 минут тоңазытқышқа қоямыз. Достар, табада дайындалатын тортымыз дайын. Торт өте нәзік, жұмсақ болып шығады, әрі өте оңай дайындалады. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға бұл торт ұнайды деп ойдамын. Ал егер осы видеоны салай қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.